Біздікінен санаған кезде 6 миллиард 500 миллион ақша. Әріптестер, ойлаңыз, үлкен ақша. 6 миллиард 500 миллион ақша. Мен әрдайым бұны не үшін айтамын? Бізде осы өзімізде бір осындай бір проект ашылатын болса, халықты на бумажку тіркейді, соның жинаған ақшасына сайт жасатады бірінші. Одан кейін бар өнімге заказ береді. Сайттың өзін 3-4 ай күтеміз, өнімнің өзін 3 ай күтеміз, жыл жарым, сол бір жарты жыл бойы сол компанияның манағы ашылуын күтіп жүреміз. Ал біз жақта сол шарт критерияға сай келгендіктен рұқсат берген. Енді қараңыздар. Основатель Хубей өлкесінің депутаты бұл кісінің әкесі ашқан, қазіргі таңда баласына мұра болып қалған. Жымын Груп корпорациясы қазақша мағынасы алтын бәйтерек деген мағынаны береді. Енді 33 жылдық жас компания, бірақ 1,5 ғасыр, 3 ғасыр, 3,5 ғасыр, 4,5 ғасырлық компанияны түбегейлі сатып алған. Әріптестер, серіктес емес. Әсіресе қонақтар тыңдап алсаңыздар. Мыналармен серіктес емес. Жымын Груп корпорациясы мұның бәрін түбегейлі толыққанды сатып алған, өз қарамағына алған. Бұл компаниялардың барлығы кәдімгі шөптен адамның ағзасына пайдалы керекті өнімдердің барлығын шығарған. Түбегейлі. Осының барлығын түбегейлі сатып алған. 33 жылдың ішінде Жымын Груп корпорациясында бар жоғы 22 өнім ғана бар. Ойлаңызшы, 33 жылдың ішінде. Мен сондай бір Қытайдың заводтарын біліп, ашылғаны кеше 5000 номинацияда бақи-шықи заттар шығара береді. Жымын Груп корпорациясы тек қана сапаға қарайды. Бұл жақтағы өнімнің барлығы қазіргі тілмен айтқан кезде квантовый медицинамен жасалған. Бұл жақтағы өнімді адам ішкен кезде айлап ішпейді, жылдап ішпейді. Продукттың сіңімділігі, молекуласы бірлігі өте жоғары продукттың компанияның. Сол себептен де бұлар қатты сапаға қатты жұмыс жасайды. Компанияның өзінің 90 ученые бар. Қолыңызға бір коллаген сатып алсаңыз, карандаш сатып алдыңыз, мозговой сатып алдыңыз, ол өнімді жылдан жылға разработка жасайды. Ойлап қалмаңыз, қазіргі составпен қатып қалады екен. Түсінікті ғой. Олардың задачасы адам денсаулығына пайдалы өнімді шығару. Халық үшін, игілік үшін ашылып жатқан үлкен корпорация. Бұны сіздер ертең өздеріңіз сол компанияның жүрегін көруге Хубей өлкесіне барасыздар, сол кезде мойындайсыздар, не деген масштаб екен. Қазір мен ол видео барысында көрсетемін. Бүкіл здания, лаборатория, өзінің частный қонақ үй, өзінің 5000 адамдық конференциясын залының бәрі компанияның өзінікі, не арендован, компанияның өзінікі. Тек қана ол Хубей өлкесіндегі. Ал Шучинг ба, қалай? Тілім келе бермейді. Қытайда, Шучинг. Да? Сол жақта да компания алып заводы бар. Өзінің конференция алып. Ол жаққа алдағы уақытта барамыз, 60% шыққан партнерлерді алып барам деп уәде беріп қойған. Ол жақ ана біздегі Аватар киносын көрдіңіздер ме? Тауда. Сондай табиғаты керемет жер, ол жаққа міндетті түрде барамыз. Алла болса осы компанияның годовщинасын ашқаннан кейін. Мына жер түсінікті ғой. Енді қараңыздар. Сертификат маңызды біз үшін. Қазақстанға, Өзбекстанға, Қырғызстанға официально ашылды. Компания қазіргі таңда официально ашпасаң ешкім жұмыс жасаттырмайды. Бізде Қазақстанда қарапайым бар ғой, сіз бір элементарный бір зат сату үшін ip ашпасаңыз, сізге қазіргі таңда еркін сауда жасаттырмайды. Тура сол секілді үлкен корпорация келіп отырған кезде ол Қазақстанға официально тіркеліп өз жұмысын бастаған. EAC бүкіл СНГ бойынша сатуға рұқсат етілген қағаз. Сертификатты біз не үшін алдырдық? Біз компания келген бойда халал сертификат беретін холдинг компаниямен біз сөйлесіп, осы ол кісінің аудит жүргізетін адамдарын біз Пекинге жібердік. Пекиннен компанияның басшылары күтіп алып, осы Хубейдегі Ангу қаласына алып барып, 1 күн жарым толыққанды аудит жүргізді. Не үшін жүргізді? Халықтың денсаулығына зиян болмайтын, бір сөзбен айтқанда зиянсыз өнім бе, әлде зиянды өнім бе, соны тексеру барысында. Зиянсыз болса, то есть жәндіктердің өнімдері қосылмаса, ол халал сертификат сол үшін беріледі. Халал сертификат не үшін керек? Бізде қазіргі таңда Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан қатты дамып жатыр. Команда. Өйткені ол жақта мұсылман еді. Бірақ мен сіздерге айтайын, халал сертификатты Америка, даже Германия сұрайды. Ол жақта да мұсылмандар көп. Сондықтан бұл маңызды құжаттың бірі болды, біз үшін керек болды. Енді қараңыздар. Продукты барысын айтпай ақ қояйын. Өздеріңіз білесіздер ғой, бірақ қонақтарға мен тек жеке-жеке айтып өтейін. Мына тұрған спрей, бетке шашатын спрей. Ол бүрікпесу деп аталады, қазақшасы. Адамның жасы ұлғайған сайын еті сүйегінен ажырай бастайды екен. Адам жасы ұлғайған сайын. Сіз косметологқа барсаңыз, косметолог бір-ақ нәрсе айтады екен. Бетіңізге күтім керек, біріншіден. Екіншіден, бетіне укол салам дейді. Бұл укол 65 мыңнан бастап 200 мыңға дейін қымбаттай береді. Оны 6 айдан бір салып тұрасыз, пептидный укол.
Мынау тура сол пептидный коллаген 70% пептидный өнім. Органикалық өнім. То есть басқа компанияларда да бетке шашатын осындай бір көз спрей бар, бірақ ол пептидный коллагеннің тек қана сығындысы ғана бар. Ойлап қалмаңыздар, біздікінде 70% органикалық өнім емес. Иә? Осы өнімді шашқан кезде 10 минуттың ішінде адамға күшті результат береді. Мен 18 адамның бетіне шашқам, 15 адамдардан сатып алған өнім. Спрей өте күшті өнім. Бұл ер адамдарға өте күшті. Біз ер адамдар өмір крем жақпаймыз. Ночной кремді аламыз, бір жыл бойы көгеріп қалады ол айнаның алдында. Сен кешкісін жатар кезде жағамыз дейміз ғой. Ол жаштыққа шаштарына біз білмеймін, желкем жаға алмаймыз. Мына спрей өте күшті. Таң намаздан кейін, кешкі жатар кезде өте күшті. Мен өзім қатты жақсы көремін мына спрейді. Сондықтан мына спреймен, мен сіздерге историясын айтамын. Мына бірақ спреймен менде қазіргі таңда Өзбекстан и Россияда үлкен команда құрды. Оның историясын айтамын. Екінші пептидный коллаген. Қазір оны қонақтарға демонстрация барысында жасаймын. Таза тоже. Бір қалтасының өзі 10 грамм болса, соның 7 грамм, почти 70% пептидный коллаген. Бұны ішпейтіп демонстрация барысында екі аяғыңызды біріктіремді, қонақтарды қазір мен басам. Сізде баланс жоқ, сіз құлайсыз сылқайды. Мынаны ішкеннен кейін 3-5 минуттан кейін сіздің бүкіл телаңыз активировать. Даже артжаңызда позвоночник дейді, бүкіл жұлындарыңызға дейді. Активировать етілгеннен кейін мен сіз апамды қайтадан қоям, апамды мен екі қолдап баса алмаймын. Неге? Өнім өйткені күшті. Целый день активировать етілесіз. Не үшін? Бізде адамның бойында не үшін баланс болмайды? Мына телефон радиациясы өте сымды. Мен сіздерге айтайын, талдырып түсіреді. Бірақ мынаусы бізде шаруамыз бітпей жатыр, амал жоқ. Бірінші алло деп біреу звондаған кезде, алло деп біреу айтады ғой, сол кезде кішкене телефонды алыстаған абзал дейміз. Алғашқы радиациясы сұмдық соғады, негізі. Сондықтан мына телефонның радиациясымыз бүкіл баланс, то есть мына біздің балансымызды күнделікті құртып жүрген осы бәле. Бірақ онсыз тағы болмайды. Оны түсініп отырсыздар. Сізге осы өрін келді. Енді қар, өзімізде жоқ болмаса, ағайын туысқан балаларда бар. Қанша инсулин алып жүріп, сахарный диабет келді. Мен қанша адамда бар, 8-ден 1-5-ке түсірген адам бар. 30 барысында. Қаныңыз қою болатын болса, қаныңыз қою болсын. Даже жүрек қағысыңыз болсын, кожыңыздың проблемалары шыға бастайды. Бұл өнімнен. Сондықтан қаны қою адам, сахары бар адамдарға, жүрегінің стенті бар адамдарға бұл өте күшті. Ал мына тұрған майы тұрататын өнімнен 2 талын қазір сізге берейінші, тамақтан кейін ішіңізді. Екінші күні мына өнімді келесіде сатып аласыз. Неге? Өйткені адамның жүрегін май басса, адам әлсірейді. Адамның бүйрегін май басса, күш-қуат азаяды. Адамның бауырын май басса, я зрениең азарады, я кожамда проблема бола бастайды. Мына өнім сонысымен күшті. Статистика бойынша алдында естідім, Қазақстанда шөп-шалаңды жеуден тек қана 10% қана жейді екенбіз. Шөп-шалаң деп салатқа. Мен өмірімде салатта шөп-шалаң жемейді екенмін. Кейін үйреніп жүрмін. Біз қана мясной салат, оливье салат, картошка қосылған сондайлар жақсы көреміз ғой. Сөйтсе бұл қазақтарда біз мынаның бәрі тек қана шөптен, дәрі-дәрменнен жасалған өнім екен. Тамақтан кейін 2 таблетка ішесіз. Адамның бауыры күніне тек қана қанша грамм деп май ғана қабылдай алады екен. 25 грамм ғана май қабылдайды. Біз деген рожкиге де май қосамыз, бауырсаққа да май қосамыз. Бізде деген бауырсақтың иісінің өзі приятно ғой бізде. Күніне мен қаншама беляши жеймін отырып. Соған байланысты өнім сонысымен күшті. Ал мынау денедегі және сүйектегі суықты шығаратын өнім. Қытайлар ауру 2 нәрседен келеді. Бірінші қаның қою болған кезде, екінші денеңді суып қалған кезде. Ол ауру осы 2 нәрседен келеді. Сол проблеманы шешетін өнім бар, ол ағза тазалайтын өнім. Комплекс. 167 мың теңге тұрады, осы өнімді аласыз,
ағзаңызды бір апта тазалайсыз, бірақ ойлаңыз, 167 мың теңгеге сатып аласыз, мына өнім бір аптаға ғана жетеді. Енді бір аптада 167 мың теңгені ішіп қою жалко. Мен басында қимадым өзімше осы нәрсені. Оны 167 мың теңге алады екенсің, бір аптада ішіп тастайды екенсің, жоқ қой мұны. Артынан түсінді, өнім квантовый медицинамен жасалды. Адам бір аптаның ішінде колоссальный результат алады екен, ойлаңызшы. Бір аптаның ішінде. То есть осы уақытқа дейін зрениеңізде проблема болды, бауырыңызда проблема болды, қан айналуыңызда, псориаз, витилиго, қандай күшті результаттар бар. Тек қана Алматыдан бұрын біз осы Сайрагүл ханым бабамыз біз бастаған кезде үрімшіге Құлжата қазақтардың отзывтарын көрсетіп бастағанбыз. Айтатын результат болмағанбыз. Қазір өзіміздің командамызда күшті результаттар бар. Сондықтан айтады, екі адам шақырғаннан қара бет болмайтын бизнесте. Кімнің осы бетін жыртып біреуге продукт лақтырып кетті, ал айтыңыздаршы, продукт жұмыс жасамайды. Жоқ қондай. Продукт өздігінен сөйлейді. Мен соның үшін айтамын, бұрын осындай сетевой бизнеспен айналысып, тек қана маркетингтен хабардардан шақырып, папа маркетингтен хабарың бар ма деймін. Жоқ десе, папа, онда сіздікі емес деп өтіп кететін. Неге? Продукт өткені күшті ма? Продукт өздігінен сөйлейді. Ардақ ханымның айлық табысы қазіргі таңда өте күшті. Өте күшті, 45 миллионнан жоғары табады. Бірақ тапқан табысының 70%-ы потребительдер, тұтынушылар дейміз ғой. Жұмыс жасамайды ана кісілер. Продукт өтіп қалады, просто өзі үшін заказ береді. Ойлаңыз, енді 45 миллион теңгенің 70% примерно 30 миллион теңгені тек қана тұтынушылар береді. Күшті ма? Күшті ғой. Апам жұмыс жасамайды, бірақ семьясымен заказ береді. Тәтем жұмыс жасамайды, семьясымен заказ береді. Неге? Продукты керек. Ол бізден алпаса да, ол барады да сол. Болмайтын өнімді барып алып сатып алып ішіп жүр. Адам өзінің денсаулығы үшін аямайды ғой. Бірақ біз жік-жігімен түсіндіретін маркетинг план келді, продукты келді, сол үшін де халық жақсы қабылдап отырды өнім барысында. Түсінікті ғой. Бірақ осы өнімді ішкен кезде бір апта бойы фрукты жемейсіз, шай ішпейсіз, тамақ ішпейсіз. Күніне салмағыңызға байланысты 3-4 литр жылы су ішесіз. 3-4 литр жылы. Мына зығыр бидайы 3 мезгіл ішесіз, 400 сағат сайын тойымдылық береді. Коллаген целый день активировать етіледі. Денеңіздің, плавойыңыз, жаңа балансыңыз ұстап тұрыр. Ағзаңыз тазаланған кезде өте өзіңізді күшті жеңіл сезінесіз. Бір аптадан кейін. Ал Қытайлар бұны 3 айда бір, 5 айда бір ішеді екен, осы қайталап тұрады екен. Не үшін десем, әр адамда өзімізде машина бар. Мысалы, бәрімізде де машина бар. 8 мың, 10 мың пробегтен кейін машинаның моторын майын ауыстырмаса, моторға зақым тиеді. Дұрыс қой? Дәл сол секілді адам ағзасын тазалап тұру керек екен, 3 айда бір, 5 айда бір. Біз қай кезде тазалаймыз? Ораза ұстаған кезде ғана тазалаймыз біз. Ағзаны. Бірақ ауыз ашар кезде ерікті беріп қоямыз. Әңгіме жоқ. Потому что дастархан гүл болып тұрады, вариант жоқ. Бір ай бойы қонақтасып, мен оразаны күшті көретін сондықтан, бір ай бойы қонақтықта жүресің, өте күшті да. Бүкіл туысқаныңмен араласып, туысқаның күшті екен ғой деп бір-біріміз танып қаламыз. Бірақ бір айдан кейін бір жыл бойы араласпаймыз оразадан. Уақыт жоқ. Сондықтан да мына өнім күшті. Иә? Мына жерде түсінікті ғой продуктымыз. Енді маркетингте тоқталамыз. Бірақ мен сіздерге айтайын. Денсаулық керек, өнім керек, бірақ ашығын айтайын. Ақша үшін келіп барлығымыз. Маған ақша керек емес дейтін адам жоқ кемде кеп. Ақша керек емес болса, күніне 8 сағат уақытымызды 80 мың айлыққа, 300 мың айлыққа сатпас едік, рас айтамын. Ақша керек емес болса, традиционный жұмыста таңертең 8:00-де бар, кешкі сағат 18:00-де қайтпас едік. Сондықтан мына продуктыны сіз накопительный істеген партнерлар бар шығар, бірақ бұл маркетинг жүйесі классика накопительный. То есть бірінші түрлі табыс
кірген кезде өміріңізде бір-ақ рет қана ақша саласыз, 30.075 теңге. Одан кейін бұл компанияға еш уақытта ақша салмайсыз. Басқа компаниялар секілді ай сайын хотя 15 бивиға активат жасап тұр, немесе личниктарға активат жасап тұрсын деген шарт қоймаған. Компания сонысымен күшті. Бірақ салған ақшаңызға достық сатып алмайсыз. Бірінің артынан бірі келсе де, жалпы товар оборот 141.000 теңге болды ма, әрқайсынан 10% аласыз, және 20% дәрежеге көтерілесіз. Түсінікті ғой? Немесе 475.000 теңгенің товар обороты болып, немесе бір адам 475.000 теңгемен 30% дәрежемен тіркеледі, оны шақырған адамда 30%-ға, сізде 30% дәрежеге көтерілесіз. Маған бұл компанияның қатты ұнағаны дейді, бірінші классика накопительный, екінші вход доступны, үшінші үлкен пакетке еш уақыт ақша салып апгрейд жасамайсыз. Маған осы қатты. Басқа компанияда минимал $100 тіркелесіз, повторно сіз $1000-ға, $1500-ға сіз үлкен пакетке апгрейд жасайсыз, тапқан табысыңызды қайтадан саласыз. Бұл жақта ондай нәрсе жоқ. Енді қараңыз, 1.700.000 теңге товар оборот жасаған кезде сіз 40% дәрежеге көтересіз. 40% дәреже дегеніміз ол 1.700.000 теңгенің пакетін сатып алу керек. 40% дәрежеге шығу үшін. Бұл жақта товар обороттың бәрі накопительный. Команда бір күнде 20%-ға, 4 күн ішінде 30%-ға, бір апта 10 күн ішінде 40% дәрежеге шығады. Кешеде біз партнерларды құттықтап жатырмыз. Бір аптаның ішінде 40% дәрежеде. Каждый партнерларымыз. Енді қараңыз, 17 миллион товар оборот болған кезде 50%-ға, 20 миллион теңге товар оборот болған кезде 60% дәрежеге шығады. Мынаның барлығы товар оборот накопительный. Ойлап қалмаңыздар, ай сайын осы товар оборот. Бүкіл товар оборот накопительный. 60% дәрежеге шығу үшін компанияға уақытқа шектеу қоймаған. Ограничение жоқ. Ойлап қалмаңыздар. 2 айдың ішінде шықпасам күйіп кетеді екен товар оборот. Қаласаңыз 4 айда шығыңыз, қаласаңыз 6 айда шығыңыз. Бірақ бизнес өзіндікі деп қабылдаған партнерлардың бәрі 45 айдың ішінде 60% дәрежеге шықты. Ойланбайшы. Бизнес өзіндікі деп қалды. Көп адамдарда кіріп алады да сомнениемен жүреді. Бұл бизнес жүре ме екен, жүрмей ме екен. Корпорация бізге қарап жатқан жоқ, Қытайлар бізге дейді. Сендер бастасаңдар да, бастамасаңдар да біз әлем жолдаймыз дейді. Өйткені продукты күшті, маркетинг күшті. Өзбекстандағы команда білесіздер ме, продуктысын қалай алып жатыр. Өзбекстаннан Шымкенттегі Сарыағашқа барып, Сарыағаштан бір товарларын алады, өздері кіргізеді границаға. Сіздерге осындай машақат не керегі бар, кішкене официально ашылған соң күтсеңдерші десем, маркетинг күшті ғой дейді. Ойлаңызшы. Айтамын, менде командамда қазақтардың түсінбейді осы маркетинг күшті. 15 күн кешіккенге жалпы жасап, спонсор миын тақтай қылып жатыр. 26.000, 30.500 теңгесі бар соның бәрі. Айтамын, маркетинг күшті екенін солар біліп тұр. Біз соның қадірін түсінбейді. Сол үшін айтамын ғой, маркетинг жүйесі өте күшті. Мына маркетингтен айтып отырмын, негізі топырақ сатуға болады, бірақ Аллаға шүкір командада продукт өте күшті. Түсінікті ғой, жүйе күшті. Енді қараңыз, қай дәрежеде тұрсыз, сол дәрежеге байланысты бал за повторный покупка дейді ғой. Қайтадан өнім керек қой. Алған кезде сол скидка болады сізге. 40% дәрежеде тұрсыз, 40% скидкамен аласыз. 50% дәрежеде тұрсыз, 50% скидкамен аласыз. 30.075 теңгенің өнімін 50% скидкамен сіз жарты бағасын алып жатсыз. Бірақ компания товар оборотты сыртқы бағамен есептейді. Ондай компания жоқ, әріптестер. Мен сіздерге айтайын. Оптың бағаға аласыз, бірақ товар оборотты сыртқы бағамен есептейтін маркетинг жоқ. Түсінікті ғой? Қараңыз. Бірінші түрлі доход осы реферальный бонустың өзінен, 5%-тан түсетін табыстың өзінен бізде партнерлардың айлық табысы 300 мыңнан бастап 7 миллионға дейін. Сенесіздер ме? Бірінші түрлі табыс реферальный бонус, командный бонус, әлі тұрақтылық табысты айтып жатқан жоқпын. Ал басқа компанияда мен істедім. Оның рефералкасын қосайын, командный бонусын қосайын, матчинг бонусын қосқан кезде мен ондай табыс тапқан жоқпын. Ол үшін мен ана командама күндіз түні 24-те 7 жұмыс жасап тұруым керек, чтобы андай табыс табу үшін. Ал мына маркетинг жүйесі соған рұқсат берген. Енді қараңыздар. Мен білетін көптеген классикалық компания ай сайын міндетті түрде активат жасайсыз. Кезінде мен білетін Арифлейм 21 күн сайын активат жасайтын, қазір қандай екенін білмеймін. Мен білетін бүкіл классикалық компания ай сайын активат жасайды. Ал бұл компанияда активация деген аты түбегейлі жоқ. Ай сайын қазір мен тәтеге келемін, тәте партнер қылып қосып аламын. Тәте активат жасайтын уақытың болды деп айтамын. Тәте табыс тапқан жоқ. Айтады ғой, балама еріп берші.
Мен өзімде коммуналкам бар, баламның садигі бар, өзімнің кредитім бар. Мынаған активация жасайын ба, мен кредитті жабайын ба? Нені таңдайсыз деді, кредит таңдайсыз ғой. Біз қазақта өмірімізде бір-ақ нәрсені ғана уақытында төлейміз, кредитті ғана. Қалған коммуналка болсын, баланың садигі болсын, кешіктіріп төлейміз. Сондықтан кредитпен мынаны ету, активацияның кредиттің уақыты кетіп қалды. Апа, міндетті түрде кредит таңдайды. Потому что процент өсіп кетеді, түсіндіңіздер ме? Ол қазақтың менталитетіне келмейді. Қазақтың менталитетіне келетін бизнес емес, ол ай сайын активация жасау. Қазақтың менталитетіне келетін бизнес бірінші ол денсаулығына күшті өнім бар, екінші маркетинг жүйесін. Біз қазаққа келетін денсаулықпен ақша керек, маркетинг осы да бар. Сол үшін мен әрдайым айтамын. Есептей білген адамға цифр адам еш уақыт алдамайды. Есептей білген адам. Маркетинг жүйесі соның үстіне күшті. Аллаға шүкір, командамда 3-4 айдың ішінде квартираларын алып жатыр, кредиттарын жауып жатыр. Қазіргі таңда Қазақстанда ең бақытты шақ кредит жауып жатыр. Үй алу, машина алу емес қазір. Ең бақытты шақ кредит алу. Соның үшін айтады ғой, кредит бір айлық қуаныш дейді, мәңгілік өкініш дейді. Ананы жаппасаңдар өмір бойы өкініп кетесіздер. Сондықтан кредитті алдыңыздар, жауып тастаңыз, осы кредитсіз өмір сүрмек. Сол кезде кішкене өмір гладко кетеді, поверьте. Мен кредитімді қалай жаптым, солай күле бастадым, оған мен күліп келген болмаған. Сондықтан өмір күшті қазір. Кредит жоқ адамдар бар ма? Кредит жоқтар бір жиналып шай ішейікші. Өте күшті. Енді қараңыздар. Менің айтайын дегенім, сөзсіз 3 айдың ішінде кредиттарын жауып тастайсың. 10 миллион, 17 миллион, 18 миллион кредитін жауып тастаған команда. 3 айдың ішінде. Мен командама алдында айтып квартиралатын уақыттарым болды ғой, айналайындар. Неғып сатып алмай жүрсің десем, Дархан мырза қарыздарымыздан енді құтылдық дейді. Сол кезде түсіндік, что бәрімізде кредит бар еді. Рас? Табыс таба басқан кезде туысқандарымыз кредиттер просрочка кетіп жатыр. Айтамыз, табыс кредитің жабатын мүмкіндікті бердің болса. Сонымен неге кіріспеске? Әр адам көрінді, әркім өзін қабылдауына байланысты ғой. Енді қараңыз. Мына жердің фишкасын айтайын. Бірінші түрі табыс реферальный бір ішінде қанша тақтыларыңыз келеді, маркетинг. 500 мың жеткілікті ма? Бірінші айда. Жаңадан келген қонақта 500 мың жеткілікті ма? Реферальный бонуста. Бірінші түрі табыс. Жеткілікті ма? Сізге жеткілікті ма? 500 мыңды ойланбай табыңыз, маған сеніңіз. Мен бір повторный покупка деген бөлім бар, соған жиналады. Сол 50 мың теңгемен жиналып қалған ақша тек қана сіз өнім алуыңыз керек. Сол кезде 50% скидкамен, сіз мына 50 мың теңгеге жиналып қалған 50 мың теңге, 100 мың теңгенің өнімін аласыз. Ойлаңызшы. Енді қараңыз, мен секілді бірінші айдың өзінде 2 миллион 700 таптыңыз. 10% 270 мың теңге ақша жиналып қалды. Соған мен 50% скидкамен білесіздер ме қанша алдым? 545 мың теңгенің товарын бердім маған компания. Компания товар оборотты сол 545 мың теңгемен есептеді ғой. Дархан, сен 270 мыңға скидкамен алып жатсың ғой, саған 270 мыңды есептейін деген жоқ компанияның соң. Мен осыны жеткізгім келеді да, маркетинг есептей білетін адамдар қазір жанып отырсыздар, іштеріңізде бірден отырсыздар да. Вау! Мен естіп жанға мүмкін емес мұндай төлеуге. Сыртқы бағамен есептеуге. Сондықтан маркетинг осы үстінен күшті. Көрдіңіздер ғой? Сондықтан әр маркетинг жүйесінде талдау жасағаныңыз. Енді қараңыз. Бірінші түрлі табыстан ғана 10%, командный бонустан сіз 20 миллион тауып жатасыз, одан 10% ұстамайды. Тұрақтылық табыстан 1,5 миллион алып жатсыз, одан ұстамайды. Матчинг бонустан 6 миллион тауып жатсыз, одан ұстамайды. Тек қана бірінші түрлі табыс. Бес ұрпақтан қанша табасыз, содан 10% тауып отырады. Енді қараңыз. Менің командам керісінше осы бірінші түрлі табыс реферальный бонустар айына күшті табады. Бүкіл лидер 300 мыңнан бастап 7 миллионға дейін табады. Күшті ме?
Неге? Өйткені оның бал запаторны покупка жиналып қалатын ақшалары күшті ғой, көрдіңіздер ме? Ол кейін қарай шығара алмайды, ол тек қана өнім сатып ала алады. Енді олар заказ берген кезде мен командный бонус 2 еселенеді ғой. Көрдіңіздер ме? Командный бонус. Енді қараңыз, командамда 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%-дан 2000 адам скидкамен заказ беріп жатыр. Әркім өзінің скидкасы бар. 40%, 50%. 2000 адам заказ беріп жатыр. Бірақ оны сыртқы бағамен есептейді. Олар скидкамен алып жатыр ғой. 2000 адам алып жатыр, бірақ 4000 адам товар-оборот жасағанда есептейді. Енді ойлаңыз, 4000 адам товар-оборот жасаған. Ол команданы тұрды да, бір ай 3 күннің ішінде 100 миллион товар-оборот жасады, бірақ компания маған 200 миллион товар-оборот есептейді. Ол күшті нәрсе. Сондықтан айтамын, есептей білетін лидерлар керек мына маркетингті. Чтобы әлем жаулап тастайды. Анда мұнда кетудің қажеті жоқ. Мен талай таныстарымды көрдім. Бір жылдың ішінде 4 проектті ауыстырады ана бай. Мен айтамын, не істеп жүрсің? Осы. Болмай қалды ана бизнес, мына бизнес болмай. Түсінемін, ондай маркетинг келген жоқ. Айттым ғой, бұл 10 жылда бір өзгеріс алып келді. Мен 4 жыл жарым бойы іздедім проектін. Шақырған жерден қалмаймын. Мен бір күшті айтетінмін. Мен шақырыңыздар. Қалмаймын. Барам, тыңдаймын, сосын айтамын, бизнесменнік емес деймін. Всегда айтамын. Мен өзім сол сұрақ всегда қоямын. Нұрхан, отказ беріп всегда бересің. Бар да тыңда. Проекті менікі емес қой, өтпейді. 4 жыл жарым бойы іздеймін, система бойынша. Сол кезде барып көрдік та. Сондықтан бұл жақта сіздер қазір уақыттарыңызды тауып келдіңіздер ме? Маркетинг жүйесін, потому что сіздер фишкасы көрдіңіздер. Қазір осы жерде 1-2 адамдар отыр. Бір күннің ішінде 3 проектті тыңдап келіп отыр. Қай проектін бастайын деп отырған адамдар да бар. Анаған барады, мынаған барады, сосын барып қайсысын шешім қабылдай алмай жүр. Сондықтан бір маркетинг бойынша солай. Ізденісте жүрген адамдар болады. Мен өйтіп айттым ғой, 4 жыл жарым бойы ізденіп, бір күннің ішінде кейін төлесек 3 проект тыңдайтын. Өйткені ізденісте жүрмін ғой. Тура сол секілді, мен секілді бір дархан отырған шығарып отырғаным ғой біз қарауымызда. Иә? Енді қараңыздар. Сіз неге терезелер ашылмай ма? Шумды қойып. Ол ашылмайды, анау ашылады. Боковой. Аға атшаңыз ашыңыз. Аяқта сквозняк болса күшті болады. Просто қазір үлкен ақшалар келатырдар, тошын келейінші. Миллион бұлай тұрсын, миллиард келатыр, просто ауа жетпей қалмайды. Еркін отырайық деймін. Енді қараңыздар. 30 мың 75 теңгемен, 30 мың 75 теңгемен. Любой адам тіркеліп алады, әріптестер. Пенсионердер тіркеліп алады, студенттер тіркеліп алады. Маған сеніңіз. Осы уақытқа дейін бастаған проекттің барлығы 100 мыңнан жоғары болатын ғой. Что, жақсы доход алу үшін. Ол анау өзі кредитный ақша таба алмай жүрген адамдар 100 мың, 120 мың тіркеліп айту бір түрлі шығар. Бірақ 30 мың 75 теңгемен любой адам тіркеліп алады. Сондықтан осы проект сонысымен күшті. Сол кезде сіз өзіңіз секілді тоже 30 мың 75 теңгемен бір адам шақырсаңыз 2700 теңге тек 5 өнім, ана ағза тазалайтын өнім болсын, 5 көз өнім, 5 спрей, 5 коллаген алатын болса 13500 теңге тек. Бірақ сіз 20% дәрежеде болған кезде ол адамнан 5000 теңге, уже мына адамнан 25000 теңге. 30% дәрежеде болған кезде сіз ол адамнан 70000 теңге, мына клиент шақырыңыз 30 мың 75 теңге. Ал ана адамнан 20% дәрежеде болғанда 35000 теңге. 40% дәрежеде 9000, мынадан 45000 теңге теңге. 50% дәрежеде 11000 теңге теңге. VIP пакетте шақырған кезде 25 теңге. Осы түскен сумманы 10% депозитный счетқа түсіп, мына өйткені бұл рефералдан түсіп тұр ғой. Қалған сізге наличка түсіп отыр. Юан 3 секундта түседі, как смарт-контракт секілді. Без задержки түседі, ойлаңызшы. Бүгін заказ берсе, келесі апта түседі деген проекттер бар, бұл жақта доли секундта түседі. Мына традиционный бизнестен несі айырмашылық, 1 килограмм қант сатсаңыз, ақшасын қазір пайдаланасыз, тура сол секілді да мына проект. Енді қараңыз, қай дәрежеде тұрсыз, сол дәрежеге байланысты мына өнімдеріңіз скидка. Бір-бір өнім. Басында 10% скидкамен сол секілді, 60% дәрежедесіз, мына 30 мың 75 теңгенің өнімін сіз маған айтқандай 17 мың теңгеге сатып аласыз. Мына жетсін тұғын. Енді қараңыздар. Минималканы мен всегда маркетингті мен всегда минималканы есептеймін. 30 мың 75 теңгемен сіз өзіңіз тіркелдіңіз, 10% дәреже 3 досыңызды шақырдыңыз. Біреуісіне кредитін жау керек, біреуге машина алу керек, біреуге осындай команда құратын бизнес керек, ізденісте жүр. Бірінші шақырған досыңыз 10%-пен бір адамды шақырып, 20%-пен бір адам шақырып. Ол өзі 20% дәрежеге көтеріледі, сіз де 20% дәрежеге көтересіз. Бірақ қарап отырыңыздар, кірген суммаларыңыз өзгерген жоқ. Түсінікті ғой? Екінші адамыңыз 20%-пен екі адамды шақырып, ол өзі 20% дәрежеге көтеріледі, сіз
30% дәрежеге көтерілесің. Бірақ кірген суммаңыз өзгерген жоқ. Манағы сөзімен дәлелі осыны. Бұл компанияда өміріңізде бір-ақ рет қана ақша саласыз, одан кейін еш уақытта ақша салмайсыз. Қараңыз, мына кісіңіз 30%-пен 2 адам шақырды, өзі 30%-ға, оның үстіндегі адам 30%-ға, сіз болсаңыз 40% дәрежеге көтердіңіз. 40% деген әріптестер 1.700.000 теңгенің орны негізі. 1.700.000 теңгенің орны. Сіз соны сатып алғандай дәрежеде тұрсыз, бірақ кірген суммаңыз өзгерген жоқ. Сондықтан әр шақырған адамыңызға сенімді түрде айта аласыз. Бұл компанияда өмірімде бір-ақ рет қана ақша саласыз, сол сөзіме гарантия. Сондықтан маркетинг жүйесі сонысымен күшті. Түсінікті ғой, мына жер? Ары қарай табара болады, дәл солай кетеді. Енді мен сіздерге айтайын, бір күшті қуаныш жаңалық айтайын. Қаласаңыздар да, қаламасаңыздар да 60% дәрежеге шығасыздар. Жақсы ма? Жақсы ғой. Ограничение жоқ, уақытқа шектеу жоқ. Сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да табара болады. Бірінші заказ, повторный заказ, промоушн заказының барлығы есептеріне бірде-бір товар менімен өтіп кетпейді. 60%-қа шығасыз. Біз деген анау команда құрып алысып жүрген кезде 60%-қа шыққанымызды ұмытып кеткенбіз ғой. 50-ге шықтым деген кезде 60-қа шықтым дегенде вау деп қоямыз, бірақ уақыт жоқ ана презентациямен жұмыс жасап отырады. Сондықтан мына қаласаңыздар да, қаламасаңыз да шығасыз. Астыңыздағы партнерларыңыз да қаласа да 50-ге шығады, қаламаса да 40-қа шығады. Система солай, бүкіл товарлар накопительный. Енді қараңыз, мына партнеріңіз өзіне бір адамды шақырады. Өзіне 50%, 55.000 теңгесі түседі. 55.000 теңгесі түседі. Жадырахан, неге үйттіңіз? Сіз мына жаққа түсірсеңіз азайып кетеді. Енді қараңыз, өзіне 40%, 55.000 теңгесі түседі. Бірақ екеуіңіздің арасындағы процентный отношение 10%. Осы нәрсені жаттап алыңыздар. Әріптестер, осыны ертең шақырған адамдарыңызға түсіндіресіздер. Басқа компанияда мынау сіз личныйын шақыратын болсаңыз 10% ғана түседі. Бірінші линияңыздан. Бірақ екінші линияңыздан 8%, үшінші линияңыздан 5% азая береді. Бұл жақта оған қарамайды. Мына кісінің астындағы глубинасындағы адамдан, глубинадан тағы да 3 адам тіркелсін, әрқайсынан 10% разница сізге түсіп отырады. Әрқайсынан 11.000 теңгеден 3 адамнан 33.000 теңге ақша сіздің шотыңызға келіп түседі. Түсінікті ғой? Енді қараңыз, осы кісінің командасынан бір айдың ішінде 351 адам тіркеледі, әрқайсынан тоже 10%, 11.000 теңге ақша сіздің шотыңызға келіп түседі. 3.861.000 теңге ақша түседі. 3.861.000 теңге. Енді қараңыздар, осы жерде қатты анализ жасаңыздар. Басқа компаниядан мынау мен, мынау тәтем, басқа проектті тәтем шақырып қойды. Тәтемнен бір-ақ рет қана мен 15.000 теңге аламын, болды, реферальный бонус. Одан кейін бұл кісі астына шақырады ғой, 2 адам, одан маған реферальный бонус түспейді, одан екінші түр табыс, командный бонусқа енді тоқталады. Бұл кісіден өмірімде бір-ақ рет қана 15.000 теңге аламын, басқа проектті. Ал бұл кісі осы біздің жымын группқа кірген кезде 60% дәрежеге шығам дегенше ол кісіден 3.861.000 теңге ақша түседі. Разницаны көрдіңіздер ме? Осы реферальный бонус бірінші түрлі доходты қалай жік-жігімен түсіндіресіздер. Анадан бар ғой, ол деген любой методты ойлайды, что мына бизнесті істеу жүр. Сондықтан система өте күшті, осыны жеткізе беріңіздер. Мына жетсікті ғой? Енді қараңыз. Екінші адамыз 40% дәрежедің өзіне 40%, бірақ екеуіміздің арасындағы процент отношение 20%. Түсінікті ғой? Бұл кісінің глубинасынан қанша адам тіркеледі, әрқайсынан да 20%, 22.000 теңгеден 66.000 теңге ақша түседі. Глубинасынан 141 адам тіркеледі, 140 адам. Әрқайсынан 22.000 теңгеден 3.080.000 теңге ақша түседі. Қайталап айтамын. Басқа проектіде мына кісіден сіз бір-ақ рет 15.000 теңге аласыз, ал бізде бұл кісі 60% дәрежеге шығады дегенше минимум жоқ дегенде 3.080.000 теңге ақша бересіз. Осыны реферальный бонус деп атауға болады. Одноразовый проекттерден аулақ болыңыздар. Қазір көптеген бинарный маркетинг бар. Рефералка разовый, командный бонус бинар разовый, мачин бонус разовый. То есть одноразовый, бір-ақ рет қана төлейді. Бұл жақта система жүйе басқаша. Болды ғой, мына жер түсінікті ғой. Өте береді. Енді қараңыз. 40% дәреже тұрған адам 50-ге көтеріп, 30% дәреже тұрған адам 40-қа көтеріп, табарабарат көтеріп. Бірақ мен сіздерге айтайын әріптестер. 60% дәрежеге шыққаннан кейін, личник шақырудың азарты енді басталды. Ойлаңызшы. 60% дәрежеге шығып аласыз. TikTok-пен сатудың азарты басталады, таргетинг қосудың азарты басталады. Личник, мен таргетинг қоспаймын, TikTok-қа шықпаймын. Бірақ мен лидерлерге охотаға шығудың азарты басталды. Неге?
Потому что бірінші линияда маған 60% түседі. Қазір бір адам мені Бішкекте күтіп тұр дейме, Бішкекке ұшып кетеді. Бір адам Монголияда күтіп тұр дейме, мен Монголияға ұшып кетеді. Неге? Потому что маркетинг соған рұқсат беріп қойған. Бірінші линияңыздан 60% түседі. Мысалы, мына Монголиядан тіркелді мына кісі Бішкектен тіркелді, мына кісі Ташкенттен тіркелді, мына кісі Россиядан тіркелді. 4 личник тіркелді. Осылай. Барлығы 10% дәрежеде 30.075 теңгемен тіркелді. Оларды қинаған жоқпын. Ход доступен, пожалуйста, любой суммамен кір. Олардың бірінші линияда маған бәрінен 60% түсті. Енді ол адамдар, мына жерде былай түсті. 4 адамнан маған 52.400 теңге түсті. Личник шақырған. Енді бұл адамдар өздерінің адамдарын шақырды. Әрқайсысы 4 адам, то есть екінші линияда 16 адам. Олар өздері шақырған үшін өзіне 10% түседі, потому что ол өзі 10%-ық дәрежеде, мен секілді 60%-ық дәрежеде емес. Бірақ 10% бен 60% арасында қанша процент разница бар? Екінші линиямнан маған 50% түседі. Ойлаңызшы, екінші линиядан. Ал, то есть 16 адамнан әрқайсысынан 55.000 теңгеден 880.000 теңге ақша түседі. Дәл осылай. Командамда бір күндік табыстар 30.000-нан бастап 1.980.000 теңгеге дейін табыстар. Осы реферальный бонустың өзі. Мына жерде түсінікті ғой? Түсініксіз ба? Енді қараңыз. Екінші, мына адам 20% дәрежеде тұр. Өзі шақырып, өзіне 20% түседі. Бірақ үшінші линияңыздан сізге 20% бен 60%-ның арасында 40% разница бар. Үшінші линияңыздан сізге 40% түседі. То есть 64 адамнан 45.000 теңгеден 2.880.000 теңге түседі. Осы бірінші түрлі табыстың өзіне партнерлардың айлық табысы жаңағы айтып отырған сөзіме дәлел осы. 30.000-нан бастап айына дейін, 300.000-нан бастап айына 7 миллионға дейін табады. Күнделікті табыс бізде 30.000-нан кем болмайды, реферальный бонустың күші. Осы маркетингті жеткізу оңай ма, әлде қиын ба? Қалай білесіз? Оңай ма? Адамның миын тақтай қылып отырмайсың. Оң жағынан бір адам тепе-теңдік болмаса түспей, матрица секілді бөлініп кетеді, оны миын тақтай қылудың қажеті жоқ. Сатқан прямой продажанда традиционный бизнестен ешқандай айырмашылығы жоқ. Ақша дәл осылай түсіп отыр. Анимационный маркетинг план түсіндіріңіз. Обычно слайдпен түсіндірсеңіз, бұл адам қалды. Бізге Ардақ ханым слайдпен емес, бүйтіп ақпаратқа түсіндірген. Біз ізденісте жүргеннен кейін ана қайта сұрап алып, маркетингіміз пысықтандырып алып, сосын өз тілімізде жаздық оны, алгоритм. Сол бойынша біз маркетингті шығардық. Енді бұл неге шығарды? Өйткені қарапайым жаңадан келген қонақта тез қабылдасын деп. Аға түсінікті ме? Сіз бірінші келіп отырсыз ғой как раз. Шамалы түсініп отырсыз. Жаңа мына жақтағы кісілер түсінікті ме сіздерге? Түсініп отырсыздар ма? Енді қараңыздар. Маған сеніңіздер, 30.075 теңгемен ешқандай бизнес бастай алмайсыздар. Рас айтам. Қазіргі таңда бізбен бірге бастап кеткен партнерлардың айлық табысы, манағы айтып отқандай миллионнан бастап, ай сайын тұрақты түрде 30 миллионға дейін табады. Тек қана Қазақстанда өзіміздің әріптестер. Енді сіздерге сұрақ, айына стабильно, толыққанды 30 миллион теңге таза табыс табады дейтін бизнес әкелсе, мына бизнес емес, традиционный бизнес. Например, ай сайын тұрақты түрде 30 миллион теңге аласыз тәте, мына бизнестен. Бірақ вложение керек десе қанша салуға дайын едіңіз? Айына 30 миллион теңге алып береді. Қанша салар едіңіз? Ойыңызды, цифрыңызды айтыңызшы. Миллион. Сіз қанша салар едіңіз? 3 миллион. Аз. Қонақтарды, аға қанша салар едіңіз? Айына 30 миллион теңге табыс алып бердіңіз. 30 миллион табыс алу үшін жоқ дегенде 120 миллион салу керек. Мен традиционный бизнесте 38 жыл жұмыс. Пожалуйста. Неге? Өйткені ол кісі 3 ай, 4 ай немесе 1 жылға основной теласын шығарады. Қойды, айына 30 миллион доход алып келу үшін мен 3 жылға дейін өзінің теласын шығарып алғанша да мен көнер едім. Зато 3 жылдан кейін маған пассивно ай сайын 30 миллион теңге табыс әкелді. 30.075 теңге салып, айына тұрақты түрде миллион теңге тауып отырамыз деген кезде біз басымызда сенген жоқпыз бізде. Өйткені басқа сетевойлармен салыстырдық та, невозможно. Өйткені ол жақта маркетинг сложный болды ғой. Ал бұл жақта партнерлар не үшін күшті табыс табатынын білейін, айтайын ба сіздерге? Ол партнер пысықтығынан күшті табыс тауып жатқан жоқ, маған сеніңіздер. Командасы болғаннан күшті табыс тауып жатқан жоқ. Просто маркетинг план қарапайым халыққа қолайлы. Бір сөзбен айтқанда комфортно. Айтам, рас айтам.
Мен осы жақында Батыс Қазақстан бойынша 15 күн бойы мен бүкіл қалада 2 күн емдедім. Әр қалаға 2-ақ күн, 3-ші күн тоқтаған жоқпын. Бірақ 2 күнге барсам да өзіме қолайлы, комфортно қонағым бізде. Рас. Сіз үлкен команда құрғыңыз келеді. Мына долгосрокта бизнес жасағыңыз келеді. Неге сіз командаңызға комфортный маркетинг план іздемейсіз? Неге сіз бинарда адасып жүрсіз? Неге сіз матрицада адасып жүрсіз? Неге сіз ай сайын активация жасайтын проектті адасып жүрсіз? Мен соны түсінбеймін. Неге деген сұрақ болады ғой. Көп адамдар өзін ойлайды. Біз проектін бастағанда команданы ойлады, халық страдать етпейтін проектті керек. 4 жыл бойы сол проектін іздедім. Сол проектін тапқан кезде мен бизнес өзімдікі деп шешім қабылдадым. Дәл бүгін сіздерде бизнес өзімдікі деп шешім қабылдамайсыздар ма? Кәдімгі традиционный жұмыс сияқты айлық зарплата тауып жүре бересіздер бұл жақтан. Өзімдікі емес деп бастамаған адамдардың өзі айына әйтеуір 300 мың табады бұл проекттен. Бірақ өзімдікі емес деп күмәнмен жүрген үшін 300 мың табады. Бизнес өзімдікі деген адам айына тұрақты түрде 3 миллион табады. Күшті ғой, разница қандай. Сол үшін айтамын, проект өзімдікі деп шешім қабылдау, сол кезде қарқынды өседі. Ал 60% дәрежеге шығып аласыздар ғой, одан кейінгі доходтарыңызды айта алмаймын. 60% дәрежеге шыққаннан кейін сізде уже екінші түрлі доход, командный бонус бар, да, сіздерге күшті ақша түседі. Енді қараңыз, екінші түрлі доход. Мына жерде тоқталып өтейін. 60% дәрежеге шығамын дегенше қазіргі таңда әр адамда жоқ дегенде ол личник болады. Қазір кімде 4 личник бар, 4 үйден бастайыншы. 4 личник кімде бар? Кімде 50 личник? 50. Менде 48. Тәте, поздравляю. Миллионер болыңыз. Гарантия. Кімде 100 личник бар? Жоқ па не? 160 личник. Жайдар отыр. 160 личнигі бар. Жайдар бірде-бір туысқанын, бірде-бір досын, бірде-бір қайын жұртын шақырған бала емес. Холодный контакты дейміз ғой. TikTok арқылы отыр. Алдында бір кісі келіп, мен таң қалдым, 2 адамды қайдан табамын дейді ғой. Анау өмірде лидер кісі ана, бухгалтер болған ғой енді, бір компанияны басқарған кісі ғой. 2 адамды қайдан табамын дейді ғой отырып алып. Ойлап қоям, бұл кісі өңірді өсті ме екен. Енді сондай күмән кетіп қалды енді. Елі біреу кезінде аферист болып айналысты ма екен. Өмір сетевоймен айналысып қалған ғой, традиционный бизнеспен қадалып қалған ғой, таңертеңнен кешке дейін. 2 адам қайдан табамын дейді ғой. Мен айтам, командамда сондай қыз жігіттер отыр дейді, 2 адам болай тұрсын. 2 мемлекетті қайдан табамын деп отыр. Мына Қырғызстан мен Өзбекстан ашылғанын күтіп отырмыз, Алла нәсіп етсе. Келесі айда ертең көресіздер. 2 адам қайдан табамын деп отқанда біз ойланып отқанда біз мемлекетпен Қырғызстанды бомба жарамыз. Одан кейін Тәжікстан мен Россия. Біз компанияға тек Монғолия, Тәжікстан, Россия соны күтіп отырмыз да. Масштабты күтіп отырмыз біз. Жұрттар 2 адаммен шектеліп қалып жатыр, ойлаңыз. Адам өзінің несіне байланысты. Қалай айтсам екен? Иә. Адамның өзінің түп санасына байланысты. Мен соны әрдайым айтамын. Личник көп болған сайын соны ба? Конечно. Ал? Личник көп болған сайын. Жоқ, 60%-ға шыққанша, 60%-ға шыққанша 4-6 личникпен жұмыс жасаңыз. 60%-ға шыққаннан кейін личникті оны іздеп бермейсіз. Айттым, азартыңыз басталып кетеді уже. Потому что бірінші линиядан 60%, екінші линиядан 50%, үшінші линиядан 40% ақша наоборот түседі ғой. Енді қараңыз. Мен не үшін айтып жатырмын? Ойыңызға байланысты, әріптестер, как бизнесті бастайсыздар ғой, 2 адамды алып тастаңыздар, бірден 2 мемлекет. Сол кезде команда қарқынды өседі. Бір лидермен сөйлесіп отырамын аяқ астында. Сосын айтады, Арқа, мен Қырғызстанда да, Өзбекстанда да таныстарым көп дейді. Сосын айтамын, олар бизнеске қосылып кетті десем, жоқ дейді. Енді ойла, танысым көп, бірақ бизнеске қосылмаған. Араға бір 5-10 минут салғаннан кейін қайтадан сұрақ барысында қоямын. Сіз осы маркетинг планын түсіндіру білесіз бе, регистрация жасау білесіз, оплата жасауды білесіз бе, сен білмеймін дейді. Мәселе сода, көрдіңіз ба? Мәселе ол түп санасында. Ол оның тәні, мысалы, оның бүкіл 12 мүшесі тәні уверен отыр, что ол адам тіркелем десе, спонсор тіркеп беретініне ол сенімді отыр. Ол адам маркетинг түсіндірсе, спонсор түсіндіріп беретініне сенім, өйткені бұл бүкіл теласы сенімді. Оплата жасаңыз, спонсор жасап беретіні, бірақ түп санасы мойындап тұр, что ештеңе білмейтіні. Ол түп санасында страх бар. Сол үшін ол лидерларды тарта алмайды. Ол Шымкент болсын, Өзбекстан, Ташкент, қойып Монғолияны тарта алмайды. Ол түп санаға байланысты. Ол сіздің волнаңыздағы мықты лидерлар тартылу үшін сізде уверенность болу керек. Адамның денесінде энергия, еркін қозғалу керек. Энергия, еркін қозғалу керек.
Сол кезде ақша керек, сол кезде команда керек. Енді ойлаңыз, энергия еркін қозғалып келе жатыр. Еркін қозғалып жатыр. Бірақ сіз регистрация жасау дегенді білмейсіз, энергия тұрды да қалды. Болды. Потом түп сана мойындап тұр, сіз регистрация жасау білмейтініңіз. Сол үшін ана лидер сізге тартылмайды. Ол ойыншық нәрсе емес. Қазір әр адам сол сенімді отыр да. Мен тіркелемін десем, спонсор уверен. 24-те жерде мен звондасам шыға қалады, 24-те тіркеліп кетсе. Бірақ сіздің түп санаңыз мойындап қойған. Сіздің қарапайым кофейнеңіз бар. Бірақ кофейня аппаратты қоса алмайтын болсаңыз, сізге клиент келмейді, потому что сізде страх бар. Кофейня аппаратты қосып, кофе қайнатып бере алмайсыз. Бар сізде страх. Сол үшін лидер тартылмайды. Мен әрдайым айтамын соны. Кеше де Сайрабек ханым күшті айтты ғой соны. Күнде бір жолмен жүре бермеңдерші. Бір күн басқа жолда, кішкене жолда ауыстырыңдар. Күнде бір тамақ жей бермеңдер, басқа тамақ. Жеп көрмеген тамақ. Қытайға барған кезде бізде қазақтар өтірік бар, осы 4 күнге барамыз біз. 4 күннің ішінде 5 тамақ сұрап діңкең тоқтатып айналып қосып 4 күнге барасың ғой. Аш жеп тұршы, миың басқа нәрсені қабылдай тұрсың. Ол да дұрыс. Бар азап 5 тамақ сұраған қате ғой енді. Айтып 4 күннен кейін барып үйге барып та жейміз. Тура сол секілді күнделікті жүрмеген жер, күнделікті жемеген тамақ жейтін болса, ми қабылдайды еще. Күнделікті бір қонақ үйді ауыстырыңдар, бір қалаға барсаң бір қонақ үйге тоқталмаңыз, бір Тараздағы қонақ үйді ауыстырмайын, қалған жерде ауыстырыңыздар. Бірақ қонақ үйді де ауыстырыңыздар, сол кезде ми қабылдайды информация. Аман деген жігіттер әбекең бар. Бұл қонақ үйге барса, мен жүрімде рецепшнде бәрін тіркеп алып комплекс шығады. Менде комплекс бар ғой. Оңғасын тырнық қосып екеу рахат мектес. Баняда отырып, түсіндіртті кейбірді. Сондықтан комплекс болмау керек негізі. Жүйе соны түсінемішті, иә? Енді қараңыздар. Екінші түрлі доход командный бонус. Вот осы жер күшті. Командный бонус бесконечный глубинадан түседі, шектеу қойылмаған. Ойлаңызшы, басқа компаниялар мен классикалық маркетингтерді білемін. 30 мың теңгемен тіркелсек, тек қана 10-шы уровеньға дейін береміз. Максимум командный бонус 5% береміз, одан артық бере алмаймыз дейді. Ал бұл жақта 30.500 теңгемен тіркелесіз, бірақ бесконечный глубинадан ала бересіз, шектеу қоймаған. Бірінші айдың өзінде менде 78-ші уровень команда кетіп қалған. Бір проектіге барыппын, ана мықты лидермін деген кісі ғой. Маркетингтің 13-ші уровеньға дейін ғана төлейді, мынада ақша жоқ қой десем, ол идеал есептейді екен. 5, 25, 125. Айтам, команда еш уақыт идеал өспейді маған сіз. Өліп кет мың жерде. Мен 13-ші линияға дейін аламын, бәрін идеалды бір қатарға тұрыңдар деп мен айта алмаймын, әркім өзін шақырады. Команда дикий өседі, ол глубина бірінші айдың өзін 78-ші орын кетіп бар. 13-ші орынға жиналып жинақтап отырмайын. Мынауыңда ақша жоқ десе мойындамай. 3 айдан кейін ана сол шыны керек қой, біз батыстың сөзімен айтқанда галяк болып жүрмін. Дым тиын жоқ ана. Бірақ патриоттық сезім ұртып тұрамын. Айтам, мен осыған келгенде патриоттық сезім оянбай қойсыншы деп, басқа кезде оянсыз. Бірақ осыған келгенде оянбай. Сондықтан система бойынша маркетинг жүйесінің бесконечный глубинадан алып отырасың, ол күшті нәрсе. Командный бонус 60% дәрежеге шыққаннан кейін ашылатын бонус. Түсініңіздер? Сондықтан бірінші түрлі табыс реферальный бонус компанияның алгоритмі өте күшті. 60% дәрежеге шыққанша сол айына 500 мыңнан бастап 7 миллионға дейін тапсын деп бірінші түрлі доходтың алгоритмін күшті жасап қойған компания. Арасындағы разница 10%. Қалғаны екінші түрлі доход командный бонус ашылған кезде әр айдың 1-нен 30-на дейінгі товар оборотыңызды есептейді. Енді қараңыз, 50 мың теңгеден бастап 11 миллион 250 мың теңгеге дейін товар оборотының аралығынан 2% береді. Ал басқа проекттерде 11 миллион 250 мың теңге бір жақ қолыңыздан өссе, екінші жақ қолыңыздан өспесе бермейді, арасында құлып тепе-теңдік болмаса. Проект оған қарамайды. Осыны жеткізе беріңдер халыққа, осысымен күшті болды. Сол кезде шешім қабылдайды. Осы 11 миллион 250 мың теңгеден $1 асып кетті ма, компания 4% береді. $1 асып кеткен үшін. 30 миллионнан $1 асып кетті ма, компания сізге 5% береді. 60 миллионнан $1 асып кетті ма, компания сізге 6% береді. Тепе-теңдік дәрежені күтпейсіздер. Ондай түсінік жоқ. Традиционный бизнестен ешқандай айырмашылығы жоқ. Кім торговый представитель болып көрді? Бар ма торговый представитель? Мен алдымдан да үн сатқам. Айдың соңында товар оборот жасап, соның процентін береді. Ол обновляется келесі. Традиционный бизнестен ешқандай айырмашылығы жоқ. Өте күшті честный бизнес. Сол үшін ғой жұрттар. Традиционный бизнес әйтеуір мені аш қалдырмайды дейді, жұрттар күніне 8 сағат уақытын 300 мың айлыққа сатады. Неге? Өйткені сенімді ол. Айдың соңында ақша береді. Компанияда тура солай сенімді, айны товар оборот командамен жасап, айдың соңында береді. Тепе-теңдік дәреже матрицаны күтіп отырмайды. Сол үшін айтамын ғой,
TikTok арқылы сатасың ба, маркетплейс арқылы сатасың ба, командаң арқылы сатасың ба, өз проблемаң, бірақ компания әділ түрде сені обработамен түр. Түсінікті ғой мына жер? Үшінші түрлі табыс тұрақтылық табыс. Мынаны енді бізде қазақтар жақсы біледі, как оклад ретінде төлейді ғой ай сайын. Осыған келгенде барадан осыдан бастамайсың ба дейді ғой бірінші. Мынау просто қай процентте тұрса, сол дәрежеге байланысты түрде оклад төлейді. Мынау үшінші түрлі табыс. Енді қараңыз. Бірінші түрлі табыс реферальный бонус, екінші түрлі табыс командный бонус, үшінші түрлі табыс премия. Осының өзінде бізде партнерлердің айлық табысы миллионнан бастап 30 миллионға дейін табылады. Қазақстанда біз осы уақытқа дейін Құлшада құрылымшылығы қазақтардың доходтарын айтып жүрдік қой. Қазір Қазақстанда сондай табыстар. Сенесіздер ма? Сенбейсіздер ма? Онда неге істемей жүрміз десең? Енді қараңыздар. Төртінші түрлі доходпен тоқтайын, ары қарай уже миллиардтар кетіп қалады, оған тошын сенбейміз. Командный бонус, сіз ғана командный бонусқа шықпайсыз, астыңыздағы лидеріңізді командный бонусқа шығады. Олар 60% дәрежеге шығады. Оларда да командный бонус ашылады каждый жылда. Сол кезде сіз 13% дәрежеде болу шарт емес. Сіз даже 7% дәрежеде болыңыз, 8%, 10% дәрежеде болсаңыз, арасындағы разница табарамын төлей береді. Ойлап қалмаңыздар, 13% дәрежеде болу керек екен. Енді қараңыз, бір командаңыз 11 миллион 200 товарооборот жасайды, өзіне 2% алады, бірақ арасындағы 11% разница сізге түсіп отырады. То есть 1 миллион 232 мың теңге ақша ең кіші командаңыздан түседі. Екінші командаңыз 30 миллион товарооборот жасайды, 30 миллион 10% қанша? 3 миллион теңге. 4% премия 1 миллион 300 мың теңге ақша. Сол өзіне түседі, бірақ арасындағы 9% 2 миллион 700 мың теңге ақша сізге түседі. Түсінікті ғой? Үшінші командаңыз 60 миллион товарооборот жасайды, оның 5% 3 миллион теңге, бірақ арасындағы 8% 4 миллион 800 мың теңге ақша сізге түседі. Енді қараңыз, мына лидерлардың барлығы дисбаланстан страдать етіп жатқан жоқ ешқайсысы. То есть тепе-теңдік дәрежені күтіп жатқан жоқ. Айдың басы соңынан товарооборот бір күн ақшасы түсті, маған да разницасы түсті. Оған ақшасы түседі, бір күн маған да разницасы түседі. Көрдіңіздер, арасындағы разницасы дәл солда. Енді қараңыз, ең үлкен команда бар менде, айына 270 миллион товарооборот жасайды. Өзіне 10% алады, бірақ арасындағы 3% маған түседі. Ойлаңызшы. Көбін өзі албайды, бірақ арасындағы 3%-тің өзі 8 миллион 100 мың теңге ақша түседі. Ол бірақ командадан, әріптестер былай айтайыншы, например, Астана деп ала салайыншы. Бір командадан түсіп жатқан разница, басқа командадағы разницалардың бәрін есептеп қойдым. Сондықтан бұл жақта тепе-теңдік дәреже деген нәрсе жоқ. Мына жер түсінікті ғой, Енді қараңыздар. Маркетинг жүйесі бойынша 4-ші түр доход негізі бізде матчинг бонус. Бірақ матчинг бонусты өтіп кетейін, заместитель орынбасар деген бір спонсорымыз, мысалы заместитель орынбасар. Ол кісінің командасы ай сайын 600 миллион товарооборот жасайды. Сол кезде матчинг бонус деген бар, чека деген бар. Сол әр командасындағы мықты лидерлар командный бонустан қанша салады, содан 40% ол кісіге разница түседі. 40% өзі, мана матчинг бонусы, вознаграждение түседі. Премия 2 миллион 200 мың теңге как оклад ретінде береді. Одан кейін 4 линиясынан 60% дәреже шығу керек. Личник болу шарт емес. Ал 60% дәрежеге жаңа айттым, қаласаңыз да, қаламасаңыз да шығасыз. Өйткені бүкіл товарооборот накопительный. Сол кезде бір лидеріңіз 20 миллион айына табыс тауып жатыр. Тек қана командный бонустан. Соның 8 миллион теңгесі заместитель орынбасар статусты жапқан үшін ол кісіге 40% 8 миллион теңге түседі. Бірақ адам. Ойлаңызшы. Тепе-теңдік дәрежені күткен жоқ мына кісі. Ол кісі товарообороттан нақты осы сумманы алып жатыр. Екінші лидеріміз 30 миллион товарооборот жасайды. Ой, табыстап командный бонустан, соның 40% 12 миллион теңгесі түседі. Үшінші лидер 20 миллион теңге, оның 40% манаға 20 миллион теңге. Енді қараңыз, төртінші лидеріміз айына 100 миллион табыс тауып, соның 40% 40 миллион теңге. Мен былай дейінші, ертең астыңызда бір лидеріңіз айына 100 миллион теңге табыс тауып отса, гарантия беремін, что сіз сол лидеріңізге 4 охранник жалдайсыз. Осы бала аман болсын, ұйқысы дұрыс болсын. Командасына айтасыңдар, мына балаға түнгі сағат 9-дан кейін звондамаңдар. Қалған маған шығып отырыңдар, қалған проблемасын өзім шешемін.
2 водитель жалдайсыздар. 100 миллион. Неге өйткені 7 миллиард 500 миллион табыс тауып жатқан адам жағдайын кәсіліп отыр. Бәсе, бізді ай сайын қыдыртуға шақыра береді. Бұндағы ағынан жарым жейдісі. Сөйтсе видеолар марапаттай деген. Енді қараңыз, біз ертең осы 15 күні Вьетнамға ұшамыз, келесі айдың 15 күні Гонконгқа ұшамыз. Компания сол, ай сайын. Біз енді бізді айтып жатыр, мен сұрап жатырмыз, кішкене 2 айдан өткереді, өйткені открытасын жасап, қайтадан қыдыруға кетеді. Осы компанияға кіргенімізге біз алтыншы ай екі болып айтып жатыр, бірақ ол 7 рет қыдырып келдік па, өзі шатасып жүрміз біз. Қай жақ ай сайын алып кете береді. Енді қараңыздар. Сол 7 миллиард 500 миллион табыс тауып жатқан адамның өзі дейді. Мен жаңа келген қонақтарға көрсетейін деп отырмын. Осы айда 70 адам Вьетнамға кетіп барады. 70 адам кетіп барады өзі. Келесі айда Гонконгқа кетіп барады. Ай сайын алып кетеді. Ай сайын алып кетеді. Мына қараңыздар. Бізде Жұмылдыру корпорациясының маркетинг планында айына қанша табыс тапқым келеді, сол табысты табуға мүмкіндік бар. Ең сұрақ, кім айына 5 миллион тапқысы келеді? Кім айына 10 миллион тапқысы келеді? 5 миллиондар көтермей тұрмыз, көтеріп қойыңыз. Сіздер ойларыңыз 5 миллион ғой. 100 миллион. Онда миллиард. Кім айына миллиард тапқысы келеді? 5 миллион қайда жаңа? Охранник кетемейміз. 5 миллион, 10 миллион, 100 миллион, 1 миллиард. Сіз айтқаныңыз охранник кетемейміз. Өте дұрыс. Бізде сол миллиардты Сайрагүл ханым қабылдаған. Біз қабылдай алмадық ол біз. Мана сіздер рұқсат қылып, ана 75 миллион табыс табатын адамды көрсетші деп біз ғой бізді ятайық. Ардаққан қоймайды кешке 7 миллиард табатын адамды кездесіп қызық тұрып тұрған жоқ қана. Сөйтсем Сайрагүл ханым соны күтіп жүр екен. Біз бәріміз 75 миллионды күтіп жүрміз. Сол мидың шектеуі ғой көрдіңіздер ме? Ардаққан ол кезде айына 21 миллион табыс тауып отқанды. Ой, не деген күшті деп таң қалғанбыз. Бір жыл 8 айда жетіп алдық дегендеші. Біз өзіміз соны 2-3 айда жетіп алғаннан кейін ойладық қой, мүмкін екен ғой қазір миллиард табу. Ана доходқа жетіп алдық қой енді. Сол кісі қазіргі таңда бізде ең үлкен партнеріміз бар. Компанияның основателі емес, әріптестер. Сізбен біз секілді партнер бір карандаш сатып алып кірген кісі ғой, бір сөзбен айтқанда. Көзіне бола, зрениесіне бола кірген ғой. Ағза тазалау арқылы карандашпен көзінің қазір зрениесін жақсартқан. Ол кісіге жасың 60-қа келген көзің тас қараңғы болады деген, көрмейді деген ғой. Үмітің үз деген. Сол кісі осы проектіге кіріп, қазіргі таңда айына 7 миллиард 500 миллион табады, сенесіздер ме? Жылына емес, айына. Теңге да? Теңгемен, жүздікімен. Доллармен санаған кезде айына 13 миллион доллар табады. Оны мен доллармен қай кезде есептейміз, Өзбекстанда партиялар бай, даңқан доллар посчитайды. Сол кезде көрдік адам. Сұмдық ақша табады екен да. Мен айтар, сол 7 миллиард 500 миллион тауып жатқан адам, мына целый лайнер дейміз, ол круизді. Өз қалтасынан бронь жасаған. 5000 адамын қыдыртқан ғой. Ойлаңызшы, бір апта бойы сабағын беріп, тамағын беріп бір сөзбен айтқан. Япониямен жау екенді бұлар. Японияға баратын маршруты бар екен, бұл негізі. Сол Японияға бармас үшін бәлембай миллиард төлеген, чтобы сол жолдан өтіп кету үшін. Сол историясын айтып. Біз октябрьде бардық, бірақ ол сентябрь айында болды, сәл кешігіп қалды, осыдан кіруге болады деп. Бірақ сәл кешігіп. Ардаққан, бірақ 8 лидерімен бар осы жаққа. Енді сол масштабты көріңіздер, содан не талқылаймыз, 7 миллиардтан. Миллиардқа дайын болыңыздар. Байқайсыздар ма? Комдастықтай бастады. Міне осы кісі. Енді қараңыздар. 7 миллиард 500 миллион табыс тауып отырған адам бұл өтірік емес, компанияның основателі емес. Основателінің басқа бұндай табыс таппайды. Маркетинг жүйесі сонысымен күшті да. Енді осындай бизнесті бастау үшін мен достарым шақырған кезде айтсам, досым саған қара, маған қара, екеумізді Алтаускер районында отырамыз. Екеуміздің қорамызда шыққан уақытымыз жоқ, что рисковать етіп.
мына бизнесті бастасам лағым өліп қалады ау дейтін де риск жоқ даже. Нөлде отырып қой деймін де, нөлде отырмыз. Дымымыз жоқ, бір сөзбен айтқанда. Неге бастамасқа десе, бастайық дейді да, тұрғын. Бірақ бізге кім сенеді дейді да, біз аты шақырғаннан болған адам сене ме дейді. 7 миллиард 500 миллион тауып отқанға сене ме дейді. Мен айтамын, мен түсінген нәрсені сен де түсіндің ғой деймін да. Мен біреуден ақылды емеспін, бірақ біреуден кемде емеспін. Мен түсінген нәрсені сен түсін. Сен түсінген нәрсені басқадан түсінеді ғой деймін, сен де білу үшін шешім қабылдайсың. Қорасында тышқақ жоқ адам шақыр деймін да. Басқа вариант жоқ сенде деймін. Ауыр іздемеңдер, бұл жақта ауыр іздесеңдер бастарын бәлеге қалады. Ауыр керек емес. Мен табыс табам, кредитін жабам деген қазақты алып қойшы, жаратын. Жылап жүріп істейді аналар ғой. Таңертеңнен кешке дейін істейді. Сондықтан мен айтатын, бизнес масштабын істеу үшін бұл жақта бар ғой, традиционный бизнеске қарағанда тез ақша табасыздар. Не үшін білесіздер ме? Потому что бұл бизнес интернетте. Ограничение жоқ, шектеу жоқ. Мен қазіргі таңда бүкіл Қазақстанда партнерларымызбен бірге қазір ақылдасып жатырмыз. Өзбекстан, Қырғызстан, Қытай, Моңғолияның үшін. Бүгін сол үшін де мен командаға масштабын түрде тек қана маркетинг үйретуге мен әлем жаулайын деген мықтылар керек. Бұл жерде бойынша. Болды. Сосын бұл жақта всю жизнь пенсияға шыққанша жұмыс жасамайсыздар, қателесіп қалып жүрмеңіздер. Пенсияға шыққанша жұмыс жасау керек екен. Фундамент 6 айда құрасыздар, 6 айдан кейін пенсияға шығасыздар. Ардақ ханымның қазіргі таңда бір күндік табысы білесіздер ме қанша табады? 1,5 миллион теңге табады, күнделікті табыс. Командный бонус айына 45 миллион теңге табады, соны 30 күнге бөлдік. Біз біреудің ақшасын санағанға күштіміз, жақсы көремін десең. Ана 7 миллиард 500 миллионды да санап көрген болсын. Ана 200 миллион, 2 миллиарды бітірді, 5 миллион бітіре алмады. Қаратып бере қояйыншы деміз команда. Қосын осын бере салайыншы, қалғанда солар бітірсін. 2 миллиардын әрең бітірді ма? Бүкіл арман мақсатын ұтып қалған ма? Сондықтан мен сіздерге айтайын деп отырмын. Қаншалықты глобаль ойланамыз, соншалықты команда өседі екен. Тұрсынбек Қабатов осыны күшті айтады. Жасымыз 40-қа келгенше үй мен машинаны ойлағанбыз ғой дейді. Ятайды дейді, өзі айтады. Жасым 40-қа келгенше үй мен машинаны ойлағам дейді. До того глобальный, масштабный бір мақсат қоймаппын ғой дейді. Үй мен машинаны ойлап жүре беріппін ғой. Алдында барған кезде осы 7 миллиард 500 миллион теңге табыстап отқан сол партнеріміз, спонсорымыз айтты. Кімде-кім осы проектке келген машинамен үйге бола келсеңдер, онда ұзаққа бармайсыңдар. Сразу дейді. Үй мен машина бұл жақта ерінді. Өйткені қалай? Жымын құдыққа кірдің ба, алтын құдыққа түскенмен бір дейсіңдер. Бұл жақтан сен ол жалы болып қайтпасаң, қайта алмайсың. Бірақ тұрақтылық керек. Ойлап қалмаңыздар, кіріп шығып кетті. Тұрақтылық керек. Сондай қазақ, сондай партнерларым бар қазір. Өнім сатып, тек қана өнім сату келеді, маркетингті білмегендіктен бе екен. Ана компаниямды өнім сатып бір жүреді. Мына компанияға айтам, ана партнеріме айтам. Парашют сабын сатып, өз IQ-іңді өзіңді алып түсіріп жүрсің дейді. Ят емес пе, жасың болса 50-ге кел. 50-ден бері 100 сетевойды ауыстырдың, бірде-бір сол сетевойда не машина алмапсың, не квартира алмапсың, ят қайда деймін да. Бір тұрақтылық деген нәрсе болу керек қой. Мен 4 жыл жарым бойы проект іздедім, кейбір қазақтар бар, 1 жылда 4 проект ауыстырады. Не үшін десем, өз-өзіне жауап бере алмайды. Айтам, тұрақталатын проектті келді істеу керек, ол өнім барса сонысы мен күшті. Мына жер түсінікті ғой? Енді қараңыздар. Мен әрдайым айтатын мысалым бар. Әр адамға мынандай балық бар, аквариумда балық жүзіп жүреді, кең жерде балық жүзіп жүреді. Осы аквариум ішінде кең жерде балық жүзіп жүреді. Ортасын тоже стекломен көріп қоясың. Балық кең жерге жүзіп бере қойған, мынаған стеклоға басы соғылады. Бір айдан кейін қарасаң, балық басы соғылмайды, соғылмай, аккуратно жүзіп. Бірақ бір айдан кейін мына әйнекті алып тастайсың ғой. Балық мына бетке өтпейді, ол өз-өзіне шектеу қойып тастаған. Мына жерде әйнек бар екен. Сіздер қазір мына проектіге шақырып отқан кезде, любой жаңадан келіп отқан адамда ограничение бар. 30 мың 75 теңгенің өзіне ол ойланатын, салайын ба, салмайын ба? Неге? Өйткені оның кредиті келе жатыр, коммунал кісі келе жатыр, баласының садиге келе жатыр да. Сондықтан да соның өзі оған рамка болып есептелінеді. Ол өз-өзіне шектеу қойып қалған, ограничение қойып қалған. Ал сіз ол адамға тек қана өнімді айтсаңыз, ол денсаулығына бола алуы мүмкін. Немесе кейін алам деп кетіп қалуы мүмкін. Бірақ ол адамға сіз маркетинг планы, мүмкіндікті көрсетсеңіз, компания франшизасын сатсаңыз, 30 мың 75 теңге салып, айына жоқ дегенде миллион табам десең, ол ойланбай салады. То есть 10 минут түсіндіресің, 15 минутта регистрация болады. Түсінікті ғой?
То есть ол адамға мына рамкасын сындыру керек, түсінікті болу үшін. Түсінікті ғой? Ал енді қараңыз, миллиард табыс табуымызға сенімді болып отырсыздар. Егер мына балық миллиард табыс табатынына сенімді болса, аквариумнан секіріп кетеді, құрлықта жүзе береді. Топырақтың үстінде. Уверенность көп қой. Түсінікті ғой? Сондықтан сондай сенімділік беру керексіздер адамға. Потому что бұл екі адам шақырғаннан қара бет болмайтын, өнім күшті болатын проекті тұрған кезде абыроймен түсіндіріңіздер. Қазіргі таңда командада бухгалтер де бар, блогер де бар, бизнесмен де бар, кәсіпкерлер де бар. Ешқайсысы жауап жасамайтын жоқ, өйткені жүйе сонысымен күшті. Система күшті, бизнес күшті. Түсінікті ғой? Сұрақ бар ма? Жаңа келген қонақтар қайтадан қол көтересіздер ме? Сіз? Бірінші келді. Сіздер. Осы келген 4 адам екен санаулы. Аға, бастаймыз ба бизнесті? Не уверенсіз? Сіз тәте? Бастаймыз. Бастап қойдым. Сіз? Бастайсыз. Мен сетевойда вообще оқуға беремін. Онда миыңыз таптасасын. Миыңызда мусор жоқсыз. Біздікі жасаймыз. Сұрақ бола ма? Мені шақырған тыңдап қайтамын оларға. Ой, нет, это не мое. Осы сіздікі ма? Иә. Қараңызшы, мен соны айтайын дегенім ғой. Мына маркетингте бір анандай бір, ана орысша айтқан бір изюминкасы бар, байқайсыздар. Бір жер тартып тұр. Ана бар. Ұнатып қалған қыз болса барып айтамыз, осы сені маған бір жер ұнап тұр, бірақ қай жер ұнамай тұрғанын білмей тұрмын. Сол сияқты бір жер ұнап тұр, байқайсыздар ма? Бірақ қай жер ұнағанын білмейсіз. Айта беріңіз. Просто бір нәрсе түсінбеймін, короче, қазір на данный момент 60%-ке жету керек. Иә, 60% ол накопительный еще, шектеу қоймағанда. Қаламасаңыз да шығасы жүйе сонысымен күшті да, шектеу қоймаған. Сондықтан айтып тұрмын ғой, андай қазіргі таңда көп ойланатын заман емес, байқайсыздар ма? Қазір сондай квантовый заманда, қазір не ойлайсың, сол тез болады. Егер біреуге қазір жамандық жасап қойсаңыз, бұрынғыдай асықпай келмейді қазір. Біреуге жамандық жасайсың, маңдайыңыздан тақ еткізеді қазір, сондай заман емес. Өйткені алда тәтенің статусынан көрді, тәтен күшті жазған. Жер бұрын 8 герц айналса, қазір 40 герц тез айналады дейді. Қазір квантовый медицина не ойлайсың, сол нәрсе болады. Квантовый скачок, квантовый поле дейді ғой. Ойланудың қажеті жоқ. Қаншалықты тез шешім қабылдайсыздар, соншалықты тез жұмыстарыңыз жүреді. Қаншалықты тез презентация жасайсыз, соншалықты адамыңыз тез шешім қабылдайды. 10 адамды мен солай жасап көргем, 10 адам презентацияға шақырам, 8 адам иә дейді, біреусі ақша іздеп кетеді, біреусі ойланамын деп кетіп қалады. Ойланамын. Бірақ ол ойланамын деп кетіп қалған ерунда екен, оказывается, ол сені наблюдать етіп жүреді екен, осы қаншалықты результат жасай алады екен. Осы Дархан действительно миллион табам екен, Дархан действительно 20 миллион табам екен, Дархан действительно 30 миллион табам. Қазір командамда статусымнан көріп отыр, бүкіл класстастарым ғой, класстастарым. Дархан, әйелімізді тіркеп қойсақ болған ба? Әйелің қажет емес деп. Сен бірінші өзің тіркелесің, сосын бәрі әйелің тіркелсін. Мен сен әйеліңмен алысып жүрген міндетті емеспін деп. Тіркелесің бе, өзің тіркел. Мен қазір айтамын, саған зәру емес, мен бастаған кезде бірге бастауым керек еді. Сол кезде сен маған керек болдың досым. Рас қой. Мысалы қараңдар. Бір досыңыз шақырасыз, мен наубайхана ашайын деп жатырмын деп, досыңыз шақырасыз. Сіз наубайханаңызды гүрілдетіп жүргізіп тастадыңыз, сол бүкіл микрорайонды алып алдыңыз. Сізге пассивный доход түсіп жатыр. Әбден наубайханаңыз көтерілгеннен кейін сіздің досыңыз келіп, мен партнер боламын деп келгеннің қажеті жоқ ма? Мен айтамын, сен сол кезде келуің керек. Досым сол кезде айттым ғой mesela. Әбден мен қазір айтамын, мен командамен үлгермей жатырмын, сен кейін келгеннен пайда жоқ. Сондықтан әйелін тіркеп қойсаң бола ма, балам тіркеп рөл ойнамайды, бірінші өзің тіркелесің. Өзің менімен бірге жұмыс жасайсың, мен базовый білімді үйретемін саған бір аптаның ішінде. Сосын барып әйеліңді алып келесің, сосын бірге жұмыс жасайсың. Сол кезде масштаб кетеді. Аға. Енді, әріптестер, түсінікті ғой жалпы. 3 партнер шешім қабылдады, ағам ойланып отыр. Аға, уақыт береміз, аға, асықпаңыз. Уақыт береміз. Енді, кімде кім? Алла болса, біз 6 айдың 6 күні компанияның официально ашылды. Осы Джимун Груп корпорациясы бүкіл дүйім жұртқа дейміз ғой. Бүкіл алаш жұртына жар салатын кезде болып отыр. Официально открытасын жасаймыз Джимун Груп корпорациясын. Сол жаққа кім келеді? Жаңағы 7 миллиард 500 миллион табыс тауып отқан адам келеді. Компанияның президенті келеді. Одан кейінгі миллиард тауып отқан, 2 миллиард, 3 миллиард тауып отқан партнерларымыз да келеді. Тек қана 7 миллиард емес. Одан кейін Жан Мырза бар, Ардақханның жолдасымен келеді, иә. Сол жақта открыту ашылу салтанатына Бақша сарайда манағы сол кісінің іші бір күн ашылу, екінші күн сол кісінің сабағында, тренингінде боламыз. Мына 7 миллиард 500 миллиард.
сол ашылу салтанатына Бақшасарайға билет алып алыңыздар. Құны бар жоғы 26 мың теңге ғана. 26 мың теңге ғана. Оны өзіңізге бола сатып алмаңыз. Өзіңіз сатып алыңыз, өзіңізбен қоса 10-20 адамға билет сатып алыңыз. Түсінікті ғой? 10-20 адамға. Ол жақта құнды сыйлықтарға дейін болады. Иә? Сол партнерларыңызға сатып алыңыз. Мықты лидер, басқа компанияның сетевой лидерларында мықты лидерларға сол билетті беріңіз, подарок етіңіз. Ол сізге бәленбай миллиард болып қайтатын. Бар жоғы 26.500 теңге бізде санаулы ғана билеттер қалды. Не үшін? Сайрагүл ханым билеттің біразын ұстап алып отыр. Өйткені Қытайдан келген, Қытайларды көрдіңіздер ме алды офисқа келген? Солар залдың жарты билетін сатып алайын деп отыр, бізге беріңдер. Сайрагүл ханым бермей отыр. Бірінші команданы сатып алсын. Ешкімге бермей отыр. Сондықтан сол билетті QR бар Сайрагүл ханымның наличкаға сатып алыңыздар, билетті. Міндетті түрде алдыңғы қатардан орындарды алып алыңыздар. Түсінікті ғой, иә? Онда құттықтаймын, әріптестер. Рахмет. Қазір партнерлар, мен мынаның өзін 2 сағат айттым, обучение 2 сағатты кетемін. Сұрай болады? 26 мыңға билет сатқан, ол 7 миллион. Сол 7 күнде соған жарайды, сол 26 мың.